Сәлеметсіздер ма, құрметті студенттер? Бүгін география пәнінен өтетін сабағымыздың тақырыбы Африка елдері. Сабағымыздың смарт мақсаты: Африканың географиялық орнын білеміз, картадан көрсетеміз. Екінші, халықтың орташа тығыздығы, тілдік ұясын, дінін білеміз. Экономикасымен таныса отырып, қандай пайдалы қазбалар бойынша алдыңғы орында екенін айтамыз. Сабағымыздың жалпы мақсаты Африка материгіндегі елдермен таныса отырып, нақты білім алу. Күтілетін нәтижелер: Африка елдерінің саяси жағдайы мен мемлекеттік құрылымын біледі, картамен жұмыс жасай алады, Африка елдерінің экономикасымен танысады, сыни тұрғыда ойлауға мүмкіндік туғызады. Бағалау критериялары: теорияны түсіну, негізгі идеяны білу, қолдану және рефлексия жасау. Бүгінгі экскурсия сабағымызда бастамас бұрын, экскурсия маршрутымызды анықтап аламыз. Бірінші тоқталатын аялдама Африканың географиялық орны. Одан кейін саяси жағдайы, мемлекеттік құрылымы. Келесі Африка халқы және соңғысы Африканың экономикасы. Ескерту: экскурсия барысында белсенді болу, әр аялдамада берілген тапсырмаларды орындап, балл жинау. Алдарыңызда ұсынып отырған бүгінгі сабағымыздың дескрипторы білім пирамидасы деп аталады. Пирамиданың тапсырмалары табанынан басталады. Яғни бірінші тапсырма мылқау карта. Мылқау картаны сөйлету арқылы балл жинайсыздар. Яғни 8 немесе 10 дұрыс жауап үшін 5 балл, 5 немесе 7 дұрыс жауап үшін 4 балл, 1 немесе 4 дұрыс жауап үшін 3 балл беріледі. Екінші, пирамиданың ортасында пиктограмма тапсырмасы. 8 немесе 10 дұрыс сөз құрағаныңыз үшін 5 балл, 5 немесе 7 дұрыс сөз құрағаныңыз үшін 4 балл, 1 немесе 4 дұрыс сөз құрағаныңыз үшін 3 балл аласыздар. Үшінші, пирамиданың жоғарғы жағындағы сабақты бекіту бинго әдісімен арқылы бекітіледі. Әрбір дұрыс жауап үшін 1 балдық жүйемен есептелінеді. Бірінші аялдама: Африканың географиялық орны. Бұл туралы бейне жазбаға назар аударыңыздар. Африка ауданы бойынша Еуразиядан кейін екінші континент. Оның ауданы 29,2 миллион шаршы квадрат, ал аралдарымен 30,3 миллион шаршы квадратқа жуық. Солтүстігінен Жерорта теңізімен, солтүстік-шығысынан Қызыл теңіз, батысынан Атлант мұхиты, шығысынан Үнді мұхитымен шектесіп жатыр. Африка әлемдегі ең ыстық материк болып есептеледі. Оның себебі материктің географиялық орналасуы. Африканың ауданы ыстық климаттық белдеулерде орналасқан және материк үстінде экватор сызығы өтеді. Жер бетіндегі ең ыстық аймақ Далол осы Африкада орналасқан. Оның температурасы плюс 58,4 градусты құрайды. Бейне жазбадағы алған мәліметтеріңізді енді тапсырма барысында қолданып көріңіздер. Бірінші тапсырма: мылқау картаны сөйлет. Бұнда сіздерге алдарыңызға Африка материгінің кескін картасын ұсынып отырмыз. Кескін картаға байқасаңыздар, цифрлар орналастырылған. Әр цифр ол табиғат объектісі. Яғни, мысалы бірінші: бұл қандай белдеу? Екінші: оңтүстік Африкада орналасқан тау. Үшінші: экваторды 2 рет кесіп өтетін өзен. Төртінші: Африкадағы үлкен көл. Бесінші: дүние жүзіндегі ең ұзын өзен. Алтыншы: суының тұздылығы жоғары теңіз. Жеті: Африка мен Европаны бөліп тұратын бұғаз қалай аталады? 8: аралды мемлекетті ата. 9: дүние жүзіндегі ең үлкен шөл. Африканың шығысында орналасқан үлкен түбек. Яғни, көп нүктенің орнына жауаптарын жазасыздар. Физикалық картаны пайдалануларыңызға болады.
Экскурсиямыздың екінші аялдамасы Африканың саяси жағдайы, мемлекеттік құрылымы. Сіздер білесіздер, Африка аймағы талайдан бергі отарлы аймақтың бірі болатын. Қазіргі таңда Африканың қазіргі саяси картасында 55 мемлекет бар. Олардың үшеуі конституциялық монархия. Атап айтатын болсақ, Марокко, Лесото, Эсватини мемлекеттері. Бір федерациялық республика бар, Намибия. Ал қалған республикалар мемлекеттік құрылымында орналасқан. Үшінші аялдамамыз Африканың халқы. Халқы туралы бейне жазбаға назар аударыңыздар. Қазіргі Африка халқының жалпы саны 2010 жылдың ортасына қарай 1 миллиард 30 миллион адамға жуықтады. Бірақ Африка халқы елдер бойынша біркелкі таралмаған. Тек Нигерияның халқы ғана 158,3 миллионнан асады. Тағы да 5 елдің халқы 25-60 миллион аралығында. Африка материгінде халық әркелкі қоныстанған. Халықтың орташа тығыздығы 1 квадрат километр жерге 22 адамнан келеді. Сахара тәрізді шөлді аймақтарда халық өте сирек, ал кейбір аудандарда мүлде қоныстанбаған. Халықтың ең тығыз қоныстанған жерлері Ніл өзенінің аңғары мен атырауы, Гвинея мен Жерорта теңізінің жағалауы. Африкада ұзақ уақыт бойы халықтың тұрмыс жағдайының төмен болуы, жұқпалы аурулардың кеңінен таралуы халық санының өсуін тежеп келеді. Соңғы жылдары халықаралық денсаулық сақтау қоғамының ұйымдастыруымен халықаралық денсаулық сақтау қоғамының жүргізілген жұмыстар нәтижесінде материк халқы жедел өсуде. Жаңағы екінші және үшінші аялдамада ұсынылған мәліметтерді пайдалана отырып, пиктограмманы шешесіздер. Мысалы, Тунис, Сахара, тағы басқа мемлекеттердің атауларын табыңыздар. Төртінші аялдамамыз Африканың экономикасы. Бейне жазбаға назар аударыңыздар. Африка елдері экономикалық және әлеуметтік даму дәрежесі жөнінен өзге аймақтағы елдерден әлдеқайда артта қалған. Африка елдеріне дамушы елдердің сипаты белгілері тән болып келеді. Әсіресе 20 ғасырдың 60-70 жылдары аймақтың экономикалық және әлеуметтік дамуының кейбір бағыттары өте жоғары деңгейге көтерілді. Бірақ 1980-1990 жылдары экономикалық дамудың жылдамдығы кенет төмендеп, әлеуметтік экономикалық жағдай ерекше нашарлады. Африка елдері экономикасының негізі ауыл шаруашылығы болып саналады. Ауыл шаруашылығы ұлттық табыстың 40%-ға жуығын береді. Аймақ елдерінің экспортындағы ауыл шаруашылығы өнімдерінің үлесі 70%-ға жетеді. Африка дүние жүзі мал басы аса мол аймақтардың бірі болып саналады. Мұнда дүние жүзіндегі ірі қараның 14%, қойдың 16%, ешкінің 32%, түйенің 73% шоғырланған. Африка елдерінде соңғы жылдары тау-кен өнеркәсібі зор табыстарға қол жеткізді. Қазір пайдалы қазбалардың көптеген түрлерін өндіруден Африка дүние жүзіне маңызды, кейде тіпті жетекші орындарды да иеленуде. Бүгінгі сабағымызды бинго әдісімен бекітейік. Сіздерге берілген бинго билетіндегі әр сұраққа, ұяшықтарға жауап жазыңыздар. Үй тапсырмасының бағалау критериялары бойынша тапсырманы мұқият орындаңыздар. Бірінші, географиялық координатты анықта. Африканың монархиялық мемлекетін табасыздар. Астанасын көрсетіп, сол астанасының географиялық координатасын анықтайсыздар. Алатын балдарыңыз 2. Екінші тапсырма.
Қызықты мәліметтерді жинау. Бұнда 3 түрге бөлінген. Салт дәстүріне байланысты қызықты мәлімет 1 балл, табиғатына байланысты қызықты мәлімет 1 балл, шаруашылығына байланысты қызықты мәлімет 1 балл. Бүгінгі сабағымызды инсерт әдісі арқылы рефлексия жүргізейік. Жауабын сіздерден Платонс платформасында күтемін. Назар аударып тыңдағандарыңыз үшін көп рахмет. Қош сау болыңыздар.